Сәлеметсіздер ме? Мен Сәтпаев қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-лицейінің математика пәнінің мұғалімі Жанадилов Оразалы Мұқатайұлы. Бүгін сіздерге 10 сыныптағы 3-ші дәрежелі көпмүшеге арналған Виет теоремасы туралы тақырыптың кейбір есептерін шығару жолдарын түсіндіретін боламын. Ол үшін алдымен Виет теоремасын еске түсірейік. Келтірілген 3-ші дәрежелі көпмүшенің түбірлерінің қосындысы екінші коэффициенттің қарама-қарсы таңбамен алған мәніне тең. Ал жұбымен алынған көбейтінділерінің қосындысы 3-ші коэффициентке тең. Ал түбірлерінің көбейтіндісі қарама-қарсы таңбамен алынған бос мүшеге тең болады. Айталық, p от x тең x-тің 3 дәрежесі қосылған px-тің 2 дәрежесі қосылған qx қосу r көпмүшесі берілсе, теорема бойынша 3-ші дәрежелі көпмүшенің түбірлерінің саны 3 болатындықтан x1 қосылған x2 қосылған x3 тең болады минус p-ға. Жұбымен алынған көбейтінділерін аламыз. x1, x2, x2, x3, x1, x3. Бұл 3-ші коэффициентке тең. Ал түбірлерінің көбейтіндісі бұл қарама-қарсы таңбамен алынған бос мүшенің мәніне тең. Осы жүйедегі x1, x2, x3 мәндерінің орнында мынандай есеп берілсе, бірінші мысалды қарастырайық. Айталық, бірінші түбірі 1-ге тең, екінші түбірі 2-ге тең, үшінші түбірі минус 3-ге тең деп алайық. Осындай түбірлері бар 3-ші дәрежелі көпмүшені қалай жазуға болады? Ол үшін мына жүйедегі x1, x2, x3-тің орнына мәндерін қойып шығамыз. Сонда минус p-ның мәні тең болады 1 қосылған 2 алынған 3 тең 0-ге. Q-ның мәні жұбымен алынған көбейтінді аламыз. 1 мен 2-ні, 2 мен минус 3-ті және 1 мен минус 3-ті. Есептеп шығаратын болсақ, 2 мен 3 минус 6 минус 9 плюс 2, яғни минус 7-ге тең болып шығады. Ал түбірлерінің көбейтіндісін есептесек, минус r тең болады 1 көбейтілген 2 көбейтілген минус 3. Бұл тең болады минус 6-ға. Енді осы мәндерді орындарына қойып, 3 мүшені есептеп шығарамыз. 3-ші дәрежелі көпмүше. X-тің 3 дәрежесі минус p-ның мәні 0-ге тең болғандықтан екінші мүше болмайды да, 3-ші мүшеде q-ның мәні минус 7-ге тең, яғни 7x. R-дің орнына минус 6-ны қоямыз. Мынау шыққан ізденімді 3-ші дәрежелі көпмүшенің мәні. Келесі. Енді екінші мысалды қарастырайық. X-тің 3 дәрежесі алынған 3x квадрат алынған 13x қосу 15 тең 0. Мынандай 3-ші дәрежелі көпмүше берілсе, осы көпмүшенің түбірлерін табу керек. Бүтін коэффициентті көпмүшенің түбірлерін туралы теорема бойынша 15 бос мүшенің 15-ке бөлінетін сандар
осы көмішенің түбірлері болып табылады. Соның ішінен біз 15-ке бөлінетін барлық сандарды жазып шығайық. Плюс минус 15, плюс минус 5, плюс минус 3, және плюс минус 1 бар. Осы сандардың ішінде үшінші дәрежелі түбір көпмүшенің 3 түбірі осы сандардың ішінен алуға болады. Соның біз іріктеп біреуін ғана есептеп қарайтын болсақ, x1 тең 1-ді алайық. Егер x-дің орнына 1-ді қойып шығатын болсақ, мына жерден көрініп тұр, көпмүшенің мәні 0-ге тең болады. Яғни бір саны осы көпмүшенің бір түбірі болып табылады. Қалған екі түбірін табу үшін біз Вейт теоремасын қолданамыз. Бірінші түбірі 1 болғандықтан 3 түбірдің қосындысы теорема бойынша 3-ке тең. Яғни қарама-қарсылығымен алынған екінші коэффициентке. Ал жұбымен алынған көбейтінділері x1 мен x2-ның көбейтіндісі, x2 мен x3-дің көбейтіндісі, және 1 мен x3-дің көбейтіндісі. Бұл минус 13-ке, яғни 3-ші коэффициентке тең. Ал түбірлердің көбейтіндісі, яғни 1 мен x2 және x3-дің көбейтіндісі. Бұл минус 15 қарама-қарсылығымен алынған бос мүшеге тең. Осы жүйені әрі қарай жалғастырып шығаратын болсақ, 1-ді қарама-қарсылығымен теңдіктің оң жағына шығарған кезде x2 мен x3-дің қосындысы бізде 2-ге тең болып шығады. Енді x2 мен x3-дің қосындысына орнына біз 2-ні қоямыз. Қосылған x2, x3 тең минус 13-ке. Үшінші теңдеуді әзірше өзін жазайық. x2 мен x3-дің көбейтіндісі минус 15-ке тең. Енді мына жерде қарап отырсақ, бірінші теңдеуді өзін жазып, x2 қосу x3-дің қосындысы 2-ге тең. 2-ні теңдіктің оң жағына шығаратын болсақ, минус 2 минус 15 болады. Яғни x2 мен x3-дің көбейтіндісі минус 15-ке тең. Бұл екінші теңдеу мен үшінші теңдеу бірдей болып шықты. Олай болатын болса, бізде мына жерде 2 айнымалысы бар, теңдеулер жүйесі шығады. Қосындысы 2-ге тең, көбейтіндісі минус 15-ке тең. Яғни бұл келтірілген квадрат теңдеудің түбірлері болып табылады. Іріктеу әдісі бойынша шығарып алатын болсақ, x2-ні минус 5-ке, x3-ті 2-ге тең деп алуымызға болады. Өйткені 2 мен минус 5-ні кешіріңіздер, 3-ке. Минус 5 пен 3-дің көбейтіндісі минус 15, минус 5 пен 3-дің көбейтіндісі 2 болып шығу керек, сондықтан 5-дің алдында плюс болады, 3-дің алдында минус деп аламыз. Яғни минус 3 пен 5-дің көбейтіндісі минус 15, қосындысы плюс 2-ге тең. Біздің алдында тапқан x1 1-ге тең деп бірінші түбірді біз коэффициенттер туралы теоремадан шығарып алғанбыз. Енді екінші түбірі минус 3 пен және 5 шықты. Өсу ретімен қоятын болсақ, минус 3, 1 және 5. Мынау шыққан берілген үшінші дәрежелі көмішенің түбірлерінің мәндері. Минус 3, 1 және 5.